Ассалаумағалейкум, арма қазақ елі, аты-жөнім Арулан Нұрданғазыұлы, қалдарыңыз қалай амансыздар ма? Ауа райы қалай болып жатыр? Бізде жанып тұр құрсын, үйде де сыртта да отыра алмайсың. Әлгі кондер тапқырлаған адамға Алла разы болсын, әйтеуір. Соның арқасында тұрмыз кішкене. Жанымыз шақырып. Бағана Ләңмәнді сағынып, сол түскі асқа Ләңмән жейін деп барамын. Бір ұйғырдың асханасына барып, Стамбулда көп қой. Кезінде кеп алғандар. Ләңмән жейін деп отырсам, бір топ Қытай келді әлгі асханаға. Содан оларды көрсем аллергия ғой менде. Тура күйініп кеттім іштей тұр. Содан шыдамадым. Үйге келіп, шыдаудың өзін қиянат ретінде көрдім да. Сосын сөйлейін ба, сөйлемейін ба деп. Сөйлемей қоюдың өзін ар-ұяттың алдында сатқындық сияқты болды маған. Сосын сөйлейін деп шештім. Сол сөйлейін деген қазір әлем желін ашып қарасаңыз, Қазақстанды егін еккен Қытай, заңсыз алтын сүзген Қытайлар, сол сүзгімен сүзіп жатқан. Құрылыс салған Қытайлар, не керек, бүкіл байлығымызды бөтенге жұтқызғандай көріністер толып жатыр. Бірақ бір видеода маған ұнаған жағдай болды. Бір-екі қазақ, жас жігіт, содан кейін бір қарындасымыз ғой деймін. Ана дауыс шығып тұр видеода. Қытай егіншіге дұға жасады. Сол жерде Қытайға мақталарың өспей қалсын, елдеріңе қайтыңдар деп бетін сипататты. Бұның өзі Қытайды мазақтай отырып, ішкі қарсылығын айтқызған жастар Қытайдың өз аузынан дұға еткізіп тұрып, жерімнен кет құры деген сөз ғой, ішкі қарсылықта. Бірақ сол видеоның астына ішің ашитын бір пікірлерді оқыдым. Қытайды жақтап былай дейді: "Үйренсей, сендер неге солардай еңбекқор емессіңдер? Егін егуді үйреніңдер" дейді. Сол жазып жатқан өзіміздің қазақтар, сол мәңгүрттер, тобырлар. Мақтасын, күрішін егіп, Қытайға жеріміздің құнарын, суын, байлығын беріп отырмыз. Ал олардан үйрену керек дейді бізге. Жеріңді тілі басқа, діні басқа, ниеті бөлек ел келіп басып жатса, одан үйренгенің құл болудың бірінші сатысы емес пе? Одан не үйренесің мысалы? Жер сеуі екі қазақтың біреуі біледі ғой. Оның не қиындығы бар? Қазақ даласына келген Қытай егін екпей, өз тамырын егетінін ұмытпаңыздар. Бүгін мақта, ертең ол дағын өз ұрығын егеді бұл жерге. Соңын не боларын көріп отырмыз. Ана Сәкеннің лекциясы бар ғой, Серікжан Біләшұлының, Сингапур синдромы деп. Сол сияқты Сингапурдан айырылған Малайзияша аңқиып отырамыз да соңында. Алматы облысынан айырылды. Кем дегенде. Бәріміз Қытай болып кетпейік. Ал соның бәрін көріп отырып, Қытайды ақтап, еңбекқор ғой олар. Сонысынан үлгі ал деп жазып отырғандар қазақтар кімдер? Қазақ емес мен. Тағы да сол Сәкеннің сөзі тілге тиек болады. Табанының күсі беселі, кес құлақ құлықтанлардың тұқым еменем бе? Қазақтың тектісі қайда кетті сонда? Жеріңе дұға оқыған бір Қытайға қарап, тілін сындырған кәпірлерді көріп қуансақ. Қытайды жақтап, өз қандасын сөккен тобырға қарап, шыны керек жылағың да келеді екен бар. Бүгін бір Қытай кетсе, ертең үгітте болар. 10 Қытай, 100 Қытай, 1000 Қытай қалып келеді. Ал біз үнсіз қалсақ, олар тек келмейді, осында қалады. Жаңағыдай жерімізден айырыламыз. Сондықтан жерге елін қорғаған Қытайға қарсы тұрған өз белсенділерімізді қорғайық, қолдайық. Жердің иесі шиғалпақ киген қысық көз табғаш емес. Біз ертең ұлымыз, сосын әлгі қызымыз соларға бодан болып кетпесін десеңіздер, алақандарың жайып, Қытайға қарсы дұға жасап отырмай, әрекетке көшіңдер. Енді құлшылықтың ең әлсізі дұға дейді ғой. Әлсізін жасамай әрекетке көшіңіздерші. Қытай басқыншылығына қарсы митингке шығайық бауырлар. Кеше тағы да Сәкен үндеу жасап, 100 жігіт шығайықшы деп. Шығыңдаршы. Содан кейін Американың назарын аударамыз деп. Қарсылығымызды білдіріп, сол 10-15 күнге қамалып шығайық. Сол арқылы жаңада айттым, ақш-тың назарын аудартып, Тоқайдың қытайшылдығын көрсетеміз. Одан қорқсаңыздар, ең болмаса мен сияқты қарсылықтың ең әлсіз түрі видео үндеу жасап, видео қарсылық жасаңыздар, YouTube-ға салыңыздар. Ол YouTube-тарыңыз болмаса маған жіберіңіздер. Видеоларыңызды мен салам. Мен таратайын. Не айтайын тағы? Үнсіз қалмайық, ұлт болашағы үшін үн қос. Осыдан есіме түсіп кетті, 25 жыл бұрын. Менің туған жерімде кезіндегі мына қазақтың жері іле өңір, қазіргі Қытайдың қармағындағы іле қазақ автономиясында автобуста отырған қытайларды ұйғырлар келіп, көтінен бір теуіп, қопа маңқы Қытай деп, орнынан тұрғызып, орнын тартып алады. Қазір міне Қытайдың көзіне тіке қарап сөйлеуден қалды олар. Бұлардың
мысықтабандап арам жымиысымен жеріңмен қоса ұлтыңды да сіміріп алатын Яжүж Мәжүждің сипаты бар лағынет қауым. Сондай екен, ұмытпайық бұларды. Қазір қарсы тұрмасақ, о дүниеде ата-баба алдында бір, Алланың алдында 2 рет сұраламыз. Бауырлар, кезінде жабайы шошқа таптаған жерге атын жаймайтын текті халықтың ұрпағы едік. Қазір шошқадан дарам Қытайды төрімізге шығарып, мақтап, мадақтап, біріміз аудармаш, біріміз қызметшісі болып жүрміз. Әуел қызымыз бер, құда-құдалы болып жатырмыз солармен. Әрекетке көшейік. Ойланайық, толғанайық. Видеоны бөлісіңіздер. Даусымда артып қалды күннің ыстығынан. Мысалы, күн өтіп кетті ғой деймін. Шаршап қалып. Үйге келесіп сөйлеген ғой. Саусақтарыңыз 10 тонна болса да видеоны бөлісіңіздер. Сау саламатта болыңыздар. Таратыңыздар, парақшама жазыңыздар. Ассаламу алейкум.